Баршаңызға сәлем, сіздермен Аякөз. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын гуляш тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Табамызға сұйық майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Еттің көлемін қатты үлкенде емес, кішкентайда емес, осындай орташа көлемде турап саламыз. Еттің көлемін тым кішкентай қылып жібермеңіздер, өйткені етіміз қуырылып піскен кезде артық суы шығып, етіміз кішірейетін болады. Етіміздің осындай өзінің суы шығып бастағанда, оттың астын баяу қойып, қақпағын жауып, өз сөлінде етімізді пісіреміз. Етіміздің суы тартылып бастаған кезде, осылай ұсақтап туралған пиязымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қақпағын жауып, қайта баяу отта пісіреміз. Қуырылып бастаған кезде татымына қарай тұз бұрышын салып араластырамыз. Одан кейін бір ас қасық томат пастасын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне су құйып, бетін жауып, баяу отта шамамен 30-40 минуттай етіміз толықтай жұмсарғанша пісіреміз. Етіміз піскенше подливасын дайындаймыз. 1,5 ас қасық ұнымызды түбі қалыңдау ыдысқа салып, баяу отта осы ұнымызды жақсылап қуырып аламыз. Ұнымызды үзбей осылай жақсылап араластырамыз. Қызарып бастағаннан кейін бөлек ыдысқа түсіріп, оның үстіне мөлшерімен суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Бізде ешқандай түйіршік болмауы қажет. Етіміз толықтай піскеннен кейін осы подливамызды етіміздің үстіне салып, жақсылап араластырамыз және баяу отта қайтадан 30 минутқа бетін жауып қоямыз. Міне осымен біздің подливамыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Қасына кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Мен қасына пюремен осылай ұсындым. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер де видео рецепт ұнаса, видеома лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сіздермен болған Аякөз, астарыңыз дәмді болсын.